Ассалаумағалейкум. Мынаны қара. Мынау көше, Төле би көшесі. Қара. Камесіндер көрсетейін. Төле би көшесі. Мынаны қара. Совет өкіметінің кезіндегі интернет жоқ замандағы интернеттің жоқ заманында жасалатын мынандай ақпарат, информация деген мынада дұрыс клейт етілмеген. Мынаны қара. Жыртып кеткен ба, білмеймін. Енді мынау ұят, енді мынау бар ғой. Ақпараттың заманы, жасанды интеллект шығып жатыр. Барлығы көшедегі адамның бәрі қазір соткаға қарайды ғой, айналайындар ғой. Мынау не деген сұмдық деймін да. Міне мына баланы көрдің ба? Соткаменен жүр. Қарай. Мынау енді дұрыс па енді, айтыңдаршы. Бұлай түре бұлай. Мына ақпарат, мына басқа енді ойлап тапқандағы түрі ғой енді мынау. Қараңдаршы. Сонда билікте отырған көкме депутаттардың істеп отырғаны ғой. Көкме әкім, қара, ана үстілерінің бәрі қап-қара, мына жерге не қылған. Жасап отырған түрін қара. Қарындас, мынау дұрыс па енді 21-ші ғасырда мынандай жасап қойған информация. Күледі адамдар. Қараңдар. Саламатсыз. Анау дұрыс па, қарашы ана. 21-ші ғасыр, әркімде сотка бар. Қараңдар, мынау ұят мынау бар ғой. Не деген, елдің бәрі күледі, мен айтып жатсам бар ғой. Қыздардан сұрамай-ақ қойын, ұят болар еді. Енді мынау мен ойлап отырмын ғой. Төле би мына көшеге кезіп болған ғой. Мына жерде не ғой? Училище ма? Қонаев атындағы не? Мынау енді қарай енді. Ұят болмасын енді, мен енді мынаны енді дұрыстап клейт етпей ма енді? Скотч бітіп қалды ма? Жасап жабыстырған скотчтың түрі мынау енді, қара. Мынаны жыртып қойған. Мына скотчтар әр жерінен. Сонда скотчты аяды ма деймін да, қарашы не. Мынау өзі шаттап құлап кетеді. Кішкене жел болса мынау құлайды, мынау бар ғой. Тіреп қойған түрін қара, мына сыммен байлап қойған мынандай. Міне 21-ші ғасырдың Қазақстаны ана бұрышты көрдің ба, тиесіп. Мына жердегілердің бәрін ақтарып, мына темірлер, мына енді әдемілеп жасап қойға болады ғой деймін да. Үңірейтіп тиесіп, ана бетон, ана жолда жатқан. Міне. Мынау енді ана мына жерде парикмахерский істейді. Алдын қара, парикмахерскийдің алдын қара. Мына жерде. Енді бұл жерде бәленбай жыл енді краска көрмеген, сондай сияқты бар ғой. Мына ішінде адамдар бар. Мынаны қарашы енді. Көшенің ортасы, Төле би көшесінің ортасы. Міне. Біздің жетіскен Қазақстан. Қалай енді, өздерің ойлап көрші, мынау енді көшеде кетіп баратсың, қара. Мен мына жерден келдім. Көшеде кетіп баратсың. Қарап қалдың, мына түсіп. Аға, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Мынау дұрыс па? 21-ші ғасыр ақпарат. Күледі ал елдер бар ғой, айналайындар. Не айтуға болатын? Мынау теледидар тұр. Теледидардан орыстың соғыстарын көрсете бермей. Осындайларды көрсетпей ме? Интернет не қылып тұр? Жасанды интеллектін шығарып жатсың. Олар не істеп жатыр? Фонограммщиктердің қақсап жатырғаны аз ба бізге? Енді білмеймін. Мынандай қылып көшеге ақпарат іліп қою деген баяғы атам заманда қалып қойған еді ғой. Баяғы бір ауылда туалеттің артында қораларға іліп кететін бір ғой, қораның артында осындай ақпарат заман, осындай не болатын еді. Енді мынаны білмеймін, ана училищенің алды ғой анау. Училищенің ішіне қыстырып қойса болмай ма дейді. Енді ана орыстар көрсе енді көтін ашып күледі енді. Ең болмаса орыстардан не алсаңдаршы. Жетіскен. Үшінші. Қой, давай жер.
Мынау енді Алматының ортасы. Мына заправка істемейді. Ну, орын алып тастап басқа бірдеңе жасамай ма екен? Бытшыт болып жатыр, короче. Міне мынау тұрысы, мынау істемейді. Ары-артынан бірдеңелер жасап. Міне. Қирап жатыр ғой. Алматы қирап жатыр. Неге? Көшелерін тұрсын, мынау міне. Қирап жатыр, қирап. Мына екеуі не қылып тұр деймін де, мына екеуі. Мына екеуі не істеп тұр? Нара көшенің сәнін кетіріп, мына екеуі не істеп тұр? Айтыңдаршы. Жарайды, мен осы көшеде түсіріп кетейін дегенде, мына жерде бір неміс апа тұрады, көрдің ба? Неміс апа тұрады. Есіктерінің алдарын қара, бәрі әп-әдемі болып тұрады. Қараңдаршы, бәрін киісіп, әдемілеп қойған, ертең гүлдейді. Есіктерінің алды. Мынау енді біздің енді мынау енді біздің Қазекеңнің несі енді. Есігінің алды. Біздің Қазекең есігінің алды енді, көрдіңіз ғой. Кесіп қойғанда атыр ғой енді бұны.